Atың кім? Хадиша. Нешінші класс оқисың? 4. Сені әжең қолында болғанда қалай болдыңдар? Әжең жақсы көрді ма сендерді? Жоқ, маманы әкем маманы ұрып тастады. Соны мама бізді әкетейін десе, бізді әже жібермеді. Бұл менің балаларым. Содан мама кетіп қалды скорыймен. Сөйтіп әже бізді күнде ұрады. Әке қамалып кетіп қалған соң. Мама жоқ сол кезде. Бізді күнде ұратын. Далаға сүйреп шығаратын. Мариям екеуміздің шашымыздан тартып далаға шығаратын. Жемістердің үстінде жамылып тұрған көрпелерді жамылып тоңып отыратынбыз. Сөйтіп әже жұмысқа кетіп қалған кезде біз үйге жасырын кіріп, үйде шкафта тығылып отыратынбыз. Тамақты құйып қойған кезде ішіп алып, қайттан шкафқа кіріп кететінбіз. Біз үйде жыласақ бізді ұратын болған соң, біз мектепке барып, апайларымызға айтып жылайтынбыз. Сөйтіп, бізді күнде сөйтіп ұратын, жылататын. Кім ұрады күнде? Малика әже. Содан соң бізді оған жұмыс болатын болған соң, олар жалғыз қалып қалмау үшін біз қызын апарып тастайды, Жұлдыз деген. Апарып тастайды да, ол жерде Әли мен Омар бар. Ол кім Әли Омар деген? Жұлдыз апаның балалары. Әли мен Омар. Солар бізді ұрды. Менің ішімнен, Мариям екеуміздің ішімізден ұрды. Менің дамбалымнан бұлай және бұлай жармасты. Мариям қой деп маған көмектесіп атқан кезде, Мариямды сөйтіп дамбалынан тартып, Мариямды сөйтіп жылатқан. Мариямды сөйтіп дамбалынан тартқан. Және бізді содан кейін бізді душқа апарып, шомылдырып суретке түсірді. Оны кімге жіберетінін білмедім, бірақ біреулерге жіберді. Кім түсіреді сендерді суретке? Жұлдыз апа деген кім ол? Маманың қайнапасы, менің әжемнің Малика қызы. Сенің атың кім? Мариям. Иә. Айт енді. Менің шашымнан сүйреп далаға қуатын, сосын деген Хадиша қой деп еді, ұрма деп еді, осыны далаға шығарып тастады. Сосын деген біз деген ана фруктілердің көрпесін жамыламыз. Сосын деген жұмысқа баратын кезде жасырын үйге кіріп кетеміз да, шкафқа кіріп тығылып қаламыз. Сосын деген Хадиша екеуміздің ішімізден Әли мен Омар ұрады. Аяқпен тебеді, құммен ұрады қолымызды. Сосын деген шашымыздан тартқылайды. Сосын деген біз деген қашамызды, ал Әли ұстап тұрады, Омар ұрады. Сосын деген Малика әженің қызы бар ғой, сол деген бізді тыржаланыш видеоға түсіріп, басқа адамдарға жіберді. Мен кімдер екенін білмеймін, бірақ та туысқандарына жіберген шығар еле. Сосын мен деген бізді күнде ұрады. Және біздің ішімізден тебетін аяқпен. Менің дамбалын кім тебеді? Әли мен Омар. Сен неге сонда әжеге айтпайсың? Әжең араңа түспей ма? Жоқ, және мамаға сөйлесуге тыйым салды. Неге?
сөйлеспеңдер, ол сендердің енді мамаларың емес деп. Айбай, масқара. Енді міне осы жағдайды көрдіңіздер ме? Кәмелетке толмаған балаларды тексеретін құзырлы органдар қайда қарайды? Бала еш уақытта өтірік айтпайды. Бала көргенін айтады, бала естігенін айтады. Еш уақытта балалар өтірік айтпайды. Міне осы жағдайдан кейін Шалабаев Ерболдың анасы бұларға қандай әже, әпкесі Жұлдыз деген қандай ұл ана, өзінің екі ұлына ұрғызып, тепкізіп, сонша мына қыз балаларды қорлайтындай, бұлар не қас жаулары ма? Неге осы кәмелет жасқа толмаған жас қыздардығы, неге әжесі, қызы неге қорғамайды? Құзырлы органнан участковыйлар барған, сол участковыйлар неге қылмыс қозғалған? Бұл ышқырынан тартқан деген не сұмдық? Бала көргенін айтады. Бұл Әли де Омары да қандай оймен бұл балалардың ышқырына жабысады? Неге бұны кәмелет жасқа толмаған мына құзырлы органдар неге тексермейді? Содан кейін бұл жерде участковый, Қаскелеңнің участковыйлары, құзырлы органның милициялары бар. Неге осы тірлікпен алыспайды? Неге бір жақты ғана қарайды? Неге Шалабаев Ерболды бұл милициялар сонша қорғаштайды? Неден қорқады? Шалабаев Ерболдың бандиттығынан қорқа ма? Жоқ, әлде ана Жұлдыз деген апайының кембімін деп қорқытқанына сеніп отыр ма? Бұл нақты кембі ма? Кембі емес па? Бұны біз соңына дейін апарамыз, тексертеміз. Содан кейін мына екі баланың мұғалімдері түгел шақыртылады. Мына екі баланың үйде әжесіне айтуға тыйым салады, шешесімен сөйлесуге тыйым салады, телефондарының нөмірін айырбастап жібереді. Сендердің шешелерің сондай, сендердің шешелерің мұндай деп, бала мен ананың ортасына осындай әңгіме айтуға бола ма? Және бұл балаларды шешесі тастап кеткен жоқ. Шешесі соққыға жығылғаннан кейін, тұра алмастай қалда болғаннан кейін, мен немерелерін бермеймін, өзімнің қаным, өзім қараймын деп алып қалып, бұл балаларды соққыға жығызып, қызының ұлдарына соқтыртып, ышқырына жабыстырып, шашынан жұлып, дене жарақатын салатындай, сонша бұлар қанып безер ма, қаны шер ма? Бұл қандай әже, қандай қайынапа? Бұл істі де біз соңына дейін апарамыз, тексертеміз, құзырлы органдардың барлығына хабарлаймыз. Кәмелет жасқа толмаған осындай балаларды қорланғанын тексеретін кәдімгідей милиция қызметкерлері бар. Біз бұл жөнінде Қарасай роботысының басшысына дарыз жазамыз. Басқа да құзырлы органдардың барлығына жазып, осы екі баланың көрген зорлық, зомбылығын түгелін паш етеміз. Және барлық жерде хабарлаймыз. Енді қыздар, сендерге рахмет. Қастарыңда аналарың аман болсын, бастарың аман болсын, сабақтарың жақсы оқыңдар. Сендердің оқытқан апайларың аты кім? Менікі Шұғыла, Мариямдікі Әлзира. Соны мұғалімдарың қандай шара қолданды? Жылап барғанда мұғалима апайларыңа жылап айттыңдар ма? Апайларың не деді? Мамаларыңа хабарлады ма? Иә, мамамыздың нөмері сода болды, сөйтіп мамамызға хабарласып тұратынбыз. Көңілімізді көтеріп, болған жайттарды айтып тұратынбыз. Жақсы, енді жақсы сабақ оқыңдар. Енді ана мен баланы еш уақытта Алла тағалам айырмасын. Аналарың аман болсын, өздеріңде үлкен азамат болыңдар. Жаман жолға түспеңдер. Мынандай Әли Омар сияқты балаларды біз заң алдында жауап беруін талап етеміз. Бұл аяқсыз қалмайды. Жақсы оқыңдар, мықты болыңдар, еліміздің сүйікті, әдемі, сұлу қыздары болыңдар. Рахмет, аман